Мына жер, мына өзіміздің ұлттық қазақ үй деп етеміз. Енді әрбір жерде қазақ үй дейді, киіз үй дейді, қызылорда жақта қар үй деп айтады. Сол енді бірақ енді Алматы облысының тумасы болғаннан кейін бұл жерде бізде қазақ үй деп аталып кеткен. Қазақ үйдің несі осы жасайтын. Біз енді неге осы методпен етеміз, жаңа шпоннан етеміз, аққайының есімен многослойный гнутоклеенные изделия деп етеміз. Неге бұндаймен айланысқанда бізде қаратал жоқ, орысша ива дейді, ол зат өспейді. Бұндай бір қазақ үй жасау үшін мыңдап тал кесу керек. Ондай мүмкіншілік жоқ болғаннан кейін бұл басқа технологияны іздей бастадық. Сапалы жасау керек. Біз енді қараталдан жасалған заттар бар. Бұл заттар енді ағаш кепкеннен кейін бұл сынады. Бір оқ сынғаннан кейін тура сондай оқты жасай алмайды. Енді бұл әгі некомплект сияқты болып есептеледі. Жаңағыдай оқ жетіспей, дұрыс тұрмай, құрыспай. Сол үшін енді біз жасап жатқан технология бойынша бұл майыструдың өзі оңайшылықпен сынбайтын зат, сапалыққа жаңада біз айтамыз, өмір бақи береміз деп. Бұмен жасалған несі енді оңайшылықпен бұл сынбайды, жоғалтып алып, бірдеңке болып, басқа жағдай болып қалғанның өзінде де тура осындаймен жаңағыдай орнына қойып, ары қарай қолдана беруге болады. Біз енді бірінші орық сапалықтап жасағаннан кейін әкесі сатып алса, баласынан қалып, баласына немере, немересіне шөбере, ертең ол нақты қара шаңырақтың иесі ретінде жүретін сондай мақсатпен жасағанбыз. Енді сапалығына өте сапалы зат. Осы мына станоктардың жасаған мақсатымыз бұлан кәдімгідей ойын келтіріп, соны майысқан есін келтіріп қазақ үй. Мынау сияқты керегенің өзі тұра саған кезде, бұл тұрған кезде жиналып тұратын жерге барып тұра саған кезде бұл осылай тұра береді. Бұл енді әрбір несі нагрузкасы да бірдей қалыпта келеді. Сөймен өз әдісімен жаңа керегеде байланады. Бұл нақты тұратын зат несімен. Енді осы станоктардың арқасында жаңағыдай осындай зат шығаруға болады. Енді қолмен жұмыс істесек, бір айда таңертең кешке шейін жұмыс істеп, талмен жаңағы біреуін жасауға болады. Енді мына станоктың арқасында бір айына 30-ын қиналмай 30-ын шығара беруге болады.